Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен чебурек дайындаймыз. Ол үшін 400 грамм ұнға 1 шай қасық тұз қосып, 40 грамм өсімдік майын қосып, жақсылап араластырамыз. 200 грамм қайнатылған ыстық су қосып, тез-тез араластырамыз. Кейін қамыр илейміз. Қамырымыз міне осындай жақсы, жұмсақ болып шықты. Енді 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Енді салмасына кірісеміз. Мұнда менде 400 грамм сиыр етіне 2 пияз ұсақтап турап салдым. 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық тұз салып, 100 грамм салқын су құйып, жақсылап бәрін араластырамыз. Міне осындай болып шықты. Енді қамырымызды алып, видеодағыдай осылай турап шығамыз. Турағаннан кейін ұнға батырамыз. Осылай барлығын батырып шығамыз. Енді жаямыз. Біздің қамырымыз өте эластичный, жұқа қылып жаямыз. Сосын жаңағы салмамызды саламыз. Бір жағына салмамызды әдемілеп саламыз. Шетін примерно 1 сантиметр қалдырамыз. Енді ауасын шығарып, жан-жағын шетін басып шығамыз. Шанышқымен тағы да басып шығамыз шеттерін. Қалған қамырды да осылай, чебуректерді дәл осылай дайындаймыз. Міне осындай әдемі болып шықты. Енді қайнап тұрған майға жаңағы дайындаған чебуректерімізді саламыз. Бір жағы қызарғаннан кейін осылай аударамыз. Аударып болғаннан кейін міне бізде осындай әдемі чебуректер пісіп шықты. Өте сочный, сонда күшті болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.